Сәлем баршаңызға. Бүгін біз кешкі асқа осындай ерекше тамақ дайындайтын боламыз. Отбасыларыңызды қуантып қойыңыздар. Ең алдымен қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін ұн, жұмыртқа, тұз және су қажет болады. Ұнымды осылай салып аламын да, одан кейін үстіне жұмыртқасын салдым. Одан соң суын құямыз және тұзын салып, жақсылап араластырып, қамырын біріктіреміз. Алғашында қасықпен біріктіріңіздер, одан кейін қолмен барлығын біріктіруіңізге болады. Осылай болып шығады қамырым. Одан кейін осы қамырды тоңазытқышқа 1 сағатқа кемінде салып қойыңыздар. Одан соң тоңазытқыдан шыққасын қамырымды осылай 2 бөлікке бөліп алдым. Енді бірінші бөлігіне ұнды сеуіп жаятын боламыз. Қамырымызды қатты жұқа қылмаңыздар, орташа қалыңдықта жаямыз. Мантының қамырындай болып шығуы қажет. Осындай етіп жайдым. Енді қамырымызды ұзыннан түрпішті қылып кесетін боламыз. Бірінші осылай ұзыннан кесіп аламыз. Одан соң барлығын 4 бұрышты формаға келтіреміз. Осы видеодағыдай барлығын кесіп шығамыз. Ал енді салмасын дайындайтын боламыз. Бірінші фаршымды саламын. Одан соң үстіне 4 бұрыштылап туралған пиязымды салдым. Дәміне қарай тұзын, бұрышын саласыздар. Кейін құрғақ болып кетпесін деп үстіне 1 стакан сүт құямыз. Одан соң 50 грамдай күрішін саламыз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Ал енді осы тестіміздің бір бұрышына қарай, яғни бір шетіне қарай салмамызды салып шығамыз. Енді барлығын осылай жабыстырып, бір формаға келтіріп шығарамыз. Осылай ыдысымыздың астын майлап аламыз. Біздің жаңағы трубочкаларымыз жабысып қалмас үшін және барлығын қойып шығамыз. Варканың кастрөліне су қойып, алдын ала газге қойып, қайнатып алдым. Одан соң осылай 40 минуттай пісіреміз. Ал енді 40 минутым өткенше подливасын дайындаймыз. Ол үшін табамды отқа қойып, үстіне сұйық май, одан кейін 4 бұрыштылып туралған пиязымды және сарымсағымды салып, 1 ас қасық ұнымды салып араластырып аламын. Одан кейін 2 ас қасық томат пастасын салатын боламыз. Дәміне қарай тұзын, бұрышын, дәмдеушін салсаңыздар болады. Барлығын 5 минуттай қуырып аламыз. Одан соң үстіне су құйып, бетін жауып 10 минуттай пісіріп аламыз. Дайын болған трубочкаларымызды осылай үлкендеу тарелкаға дөңгелектеп қойып шығамыз. Одан соң үстіне міндетті түрде сары майды ерітіп жағыңыздар. Сол кезде дәмі одан да ерекше, жылтырап, күшті болып шығады. Мінекей достар, осындай болып шықты. Енді дайын болған подливасын осылай ортасына қойып, трубочкаларымызды батырып жейтін боламыз. Барлықтарыңызға ас болсын, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін.